Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар. Бүгін мен сіздерге баланы қалай оқуға үйретуге болатындығы жайында айтатын боламын. Яғни, сіз өз балаңызды жаңадан оқуға үйретіп жатсаңыз, сізге нені білу керек, және нені ескеру керек, сол туралы түсіндіретін боламын. Осы мен көрсетейін деп жатқан әдіс арқылы мен өз баламды 3 күннің ішінде әріптерді қосып буындап оқуға үйреттім. Және осы әдістің сіздерге де көп көмегі тиетініне мен сенімдімін. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, мұқият тыңдап отырыңыздар. Баланы оқуға үйреткен кезде көптеген ата-аналардың жіберетін қателігі бұл дыбыстарды ажырату болып табылады. Яғни, дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстардың дыбысталуын қате үйретуі. Сондықтан балаңызды оқуға үйреткіңіз келсе, ең алдымен дыбыстардың дұрыс дыбысталуына назар аударыңыз. Бұл не деген сөз? Енді мұқият тыңдаймыз. Біз барлығымыз білеміз, дыбыстар дауысты және дауыссыз болып бөлінеді. Көптеген адамдар бұл жайында ойланбайды мүмкін. Неге олар дауысты, неге дауыссыз, неге осыны біз білуіміз керек? Бірақ бұл өте маңызды. Неге? Дауысты дыбыстар, олар созылатын дыбыстар. Оларды айтқан кезде созып айтуға, бір дыбыстың өзін созуға болады. Олармен ән салуға болады, Ал дауыссыз дыбыстар, олар созылмайды. Оларды адамның жаңағы тілінен шыққан кезде ол бір кедергіге ұшырап шығады. Созылмайды. Ал дауыссыз дыбыстар кедергіге ұшырамайды. Мысалға, А дыбысы, бұл дауысты дыбыс. Қане айтып көрейік мысалға. А. Міне, А дыбысын айтқан кезде ол кедергіге ұшырамай, еркін шығады. Ол дауысты дыбыс. Немесе О дыбысын айтып көрейік. О. Бұл да дауысты дыбыс. Оларды созуға болады, олармен ән айтуға болады. Міне, енді дауысты дыбыстардың барлығы әліппеден басталып, сіздер білесіздер, қызылмен белгіленеді. Неге дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстарды біз бөлек белгілейміз? Себебі бала ажырата білу керек. Кішкентайынан бастап оларды әріпті тануға үйреткен кезде міндетті түрде дауысты дыбыстарды қызылмен белгілеп көрсетіңіздер, ал дауыссыз дыбыстарды көкпен белгілеп көрсетіңіздер. Сондықтан ол жаңа түсіне қарап, ол ажырататын болады: қызыл дауысты, көк дауыссыз деп. Ал енді дауыссыз дыбыстарға назар аударайық. Мынау Т дыбысы, Біз Т-ны соза алмаймыз. Т деп соза алмаймыз, Кейбіреулер балаларына әріпті үйреткен кезде осылай үйретеді. Т деп үйретеді. Бұл өте үлкен қателік. Бұл Т дыбысы емес. Т дегеніміз Т мен Н-ның қосындысы, яғни бір буын. Т, Т, бірге. Сондықтан дауыссыз дыбыстарды үйреткен кезде оларды қысқа ғана кедергіге ұшыратып үйретеміз. Т. Міне, балаға осылай айтқызамыз, өзіміз солай айтамыз, балаға солай айтқызамыз. Т. Немесе Н. Немесе Л. Немесе М. Көрдіңіз бе? Бала соны әріпті үйренген кезде жадында сақтап қалу керек. Дауыссыз дыбыстар созылмайды. М, Т, П, Н. Оларды созбаймыз. Мен байқаймын, көптеген ата-аналар осылай үйретіп жатады ата-аналарым. М, Т, Н, Л. Ол үлкен қателік. Тағы да айтамын, ол үлкен қателік. Егер Т дыбысын біздер Т деп үйрететін болсақ балаға, Т мен А-ны қосу балаға қиын болады. Яғни ол былай оқиды: Т-А, екеуін қос десе, Т-А дейді ол. Т-А. Қоса алмайды, бір буын қосып шығара алмайды. Неге? Себебі біз өзіміз оны солай дыбыстауға үйретеміз. Немесе былай. Мынаны Н деп үйрететін болсақ, Н-А, екеуін қос десе, Н-А. Сөйтіп ата-аналар деген шаршап кетеді. На деп неге қоспайсың дейді. Н-А, екеуін қосқанда на деп жаңағыдай баласына ұрсып ататын кездер болады, Бірақ балаға оны түсіну қиын. Дыбыстарды дұрыс ажырата білмесе, балаға екеуі қалай қосылатынын түсіну қиын. Біздерге, үлкен кісілерге, бұл осының бәрін үйреніп жаңағыдай өткен адамдарға түсіну оңай, біз білеміз, Н мен А қосылғанда на болатын. Бірақ жаңадан үйреніп жатқан балаға тағы да айтамын, бұны түсіну қиын. Н, А, екеуі қалай бірге на болатын түсіну қиын. Немесе былай. А, Л. Мұнан біздер Л деп үйрететін болсақ, бала былай оқиды. Алы. Естеріңізге түсіріңіздерші, сіздердің балаларыңыз солай оқи ма? Алы. Жоқ, біз оған айтамыз. Жоқ, балам, ал. Ол ойлайды, неге ал? Мынау А, мынау Л. Сонда А, Л болмай ма дейді. Бала солай ойлайды.
Міне ата-аналар, қараңыздар, біз өзіміз баланы шатастырып, қате үйретеді екенбіз. Енді баланы қалай сонда дұрыс үйрету керек? Жаңағы айтқандай, дыбыстарды айтқан кезде дауысты дыбыстарды созамыз. А, о, міне, ә. Олармен ән айтуға болады деп айтқысып қараймыз, я? Ә деп, жаңағыдай неше түрлі эксперимент жасаймыз, я? У деп, дауысты дыбыстардың бәрін созамыз. Ал дауыссыз дыбыстарды үйреткен кезде, жаңағы айттым, созбаймыз. Ешқашан созбаймыз. Л деп айтпаймыз. Л. Жылдам айтқызамыз, жайлап айтқызамыз, жылдам айтқанымыз. Л. Ол қалай айтса да, ол тез айтылу керек. Я, кедергіге ұшырамай, тез айтылады. Л. Міне, енді қалай буындап, яғни екі әріпті бір-біріне қосып, қалай үйретеміз? Егер сіз дыбыстардың жаңағы дұрыс дыбысталуын үйреткен болсаңыз, балаңызға оқуға үйрену, жаңа буындарды оқу оңайға келеді. Мен оны өзімнің баламды үйреткенде содан байқадым. Яғни мен өз балама дыбыстардың қалай дұрыс дыбысталатынын түсіндірдім. Кейін бала ұғып алғаннан кейін, ол оп-оңай буындарды өзі қоса бастады. Міне қараңыздар. Мысалға, ашық буыннан бастайық. Мен тын алайық, я? Ең басындағы үйрететін әріптер көбінесе А, Т болады, я? Міне, мынау А созамыз, я? Но Т созбаймыз. Т. Енді қараңыздар. Ат. Қандай сонда буын шықты? Ат. Көрдіңіз бе? Солай балаңызға үйретсеңіз, ол өзімен өзі ақ соны үйреніп алады. Аны созасыз, тыны созбайсыз. Т кедергіге ұшырап шығады. Міне. Ат. Немесе ал. Мен баланы үйретіп жатқан кезде тағы да былай деп түсіндірген болатынмын оған. Мысалға, қараңыздар, қазір жазып көрсетем. Аны созып, қалай созатынымызды түсіндіру үшін былай деп көрсеткен болатынмын. Аны бірнеше қайтара жаздым да, міне. Міне балам А созылады, яғни аны созамыз дедім. А. Т жалғыз өзі тұрады, міне. Ат. Көрдіңіз бе? Сонда не шықты? Ат. Я? Тағы да. Ал. Міне, ал. Сонда ал деген буын шықты. Кәдімгідей осылай алыңыз, қағаз алыңыз, қаламды алыңыз, қарындашты алыңыз, балаға жазып көрсетіңіз. Балаңыз өте оңай оқуға үйреніп кетеді. Сондықтан ең алдымен дыбыстардың дұрыс дыбысталуын үйретіңіз. Арнайы бір кітап сатып алудың жаңағы қажеті жоқ. Осылай күнде қағазға бір дәптер арнап, соның ішіне жаза берсеңіз, толтырып балаңызға осылай оңай, жаттығулардан. Содан бала тез ақ үйреніп кетеді. Енді керісінше бірінші дауыссыз дыбыс, содан кейін дауысты дыбыс. Мына буынды қалай оқимыз? Сол жөнінде айтатын болам. Тағы да мынау кедергіге ұшырап шығатын дауыссыз дыбыс. Т. Бұл дауысты дыбыс, кедергіге ұшырамай созылатын дыбыс. А. Т. А. Енді тағы да балаға айтқыз қараймыз. Т. А. Т. А. Енді жылдам тыңдаңыздар мұқият. Солай айтып үйрететін болсаңыздар, балаңыз үйреніп кетеді. Та. Көрдіңіз бе? Тыны созбайсыз. Та деген кезде өзімен өзі аузыңыздан міне та деген буын шығады. Та, я? Бұны да қағазға жазып көрсетуге болады. Міне, Т кедергіге ұшырап шығады. Т, я? Ал аны біз созамыз. А, та. Сосын жылдам айтқызыңыз. Та. Тыны, яғни Т жылдам айтылады да, А созылады. Сол кезде өзімен өзі сізде та деген буын шығады. Міне қараңыздар. Келесі бізде бітеу буын. Қазір мен сіздерге С әрпін алайын. С әрпін көріп тұрған жоқпын, жарайды.
былай деп алайық. Т, А, Л, Т, А, Л. Иә? Енді мұны қалай үйретеміз балаға бітеу буынды? Яғни, егер балаңыз та дегенді оқи алатын болса, та дедіңіз, та деп оқыды. Л не істемейді? Созылмайды. Талы. Міне, лыны созбайсыз, міне. Талы. Талы. Көрдіңіз бе? Аны созасыз ортасында. Талы. Өзімен өзі бұл тал деген сөз шыға келеді. Яғни, осындай бітеу буындар шыға келеді. Енді әрі қарай тағы да қандай әдістерді қолдануға болатындығы жайында мен сіздерге айтып өтетін боламын. Егер сабақ түрінде осыны тағы да түсіндіріңіз, тағы да көрсетіңіз видеода дейтін болсаңыз, комментарийға жазып кетіңіз. Міндетті түрде тағы да буындарды қалай қосуға болатын жеке-жеке буындарға тоқталып кететін боламын. Қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма жазылып кетіңіздер. Пайдалы кеңестер сіздерді әлі де алда күтуде. Балаңыз тездетіп оқуға үйреніп кетсін.